Қайырлы күн, достар. Біз бүгін сумка жасайтын боламыз, яғни моншақтардан жасалған сөмке. Бізге ол үшін леска керек, және де жемшік тастары керек. Оны лескамызды алып аламыз, өзімізге керекті. Мен ұзынын алдым, өйткені қайта-қайта істей бермес үшін өзіме ыңғайлы болғандықтан өздеріңізге ыңғайлы қылып мөлшерді кесіп алсаңыздар болады. Сөйтіп екі жағын түйістіріп, бірдей қылып, бір жағына үш тас, бір жағына бір тас салып, сол үш тас салған жағына бірінші моншағынан өткізесіздер. Өткізіп алып, осылай төрт бұрыш шығады, ромб сияқты шығады. Одан кейін біз бірінші 4 тас пайдалансақ, енді 3 тас пайдаланамыз, яғни бір жағына 2 тас, бір жағына 1 тас салып, 2 тас салған жағынан лескамызды өткіземіз бірінші моншағынан. Осылай жалғастыра береміз, яғни бірінші 5 қатар істеп аламыз. 5 қатар істеп аламыз да. Біреу, екеу, үшеу болды. Енді екеу қалды. Енді 5 қатар істеп болғаннан кейін, енді 5-ші қатарына былай жанына бір тас салған жағына қарай өткіземіз лескамызды. Сосын міне жанына қарай өтетін боламыз. Мінекей осылай жанына қаратып, енді жанына қарағаннан кейін қайтадан бір жағына 2 тас, бір жағына 1 тас салып, 1 тас салған жағына қарай кіргіземіз. Мына жерде видеода көрінбей қалыпты көбінесе. Если түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Арнайы бөлек сабақ түсіруге уәде беремін. Міне осылай жанына өткізіп алғаннан кейін, астында тұрған тастан тағы өткізіп аламыз. Сосын одан кейін 2 тастан қолдана береміз. Бір тасты бір жағына, екінші тасты екінші жағына салып қолданамыз. Видеода кейде көрінеді, кейде көрінбей қалып жатады. Сол көрінбей қалған жерлерін сұрасаңыздар болады.
мінекей енді 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 болды. Яғни міне 12-шісін істеп жатырмын. Сіздерге түсінікті болу үшін 12-ші қатарын істеп жатырмын. 12-ші қатарын істеп болғаннан кейін енді жоғарыға көтеріле береміз. Он екінші жағын бітірдік, яғни енді міне санап аламыз. 12 болады. Енді былай көтеруіміз керек болады. Мен аяғын 6 қатар қылып артық істеп қой біреуін. Бұл жақ асты 5 болу керек. Яғни мен оны бүйтіп бір жағын көтере саламын. Енді жанына қарай бұнда да 3 тасты алып аламыз. Бір жағына 2, бір жағына 1 тас салып, 1 тас тұрған жағына өткіземіз. Сөйтіп астынан тағы 1 тастан өткізіп аламыз. Солай ары қарай 2 тасты қолданып жылжып кете береміз.
егерде жібіміз бітіп қалса, жаңағы лескамыз бітіп қалса, оны былай қайтадан тастардың арасынан өткізіп, кіргізіп, оны аяқтай саламыз. Аяқталған жерінен қайтадан лесканы кесіп алып, қайтадан қай жерден біттік, сол жерден қайтадан кіргізіп, ары қарай жалғастырып кете береміз. Біткен жерінен бір тас, тек бір-ақ тасты қолданамыз.
үстіне қарай 8 қатар жасаймыз, яғни
мінекей енді ручкасын істейтін боламыз. Ол үшін жаңағы осылай бітірдік. Бұлай қисық болып тұрғанына мән бермеңіздер. Ол қазір ручкасын істегеннен кейін түзеліп кетеді. Яғни міне 5 қатар істедік қой, соның үшінші қатарын санап аламыз да, сол ортасында тұрған үшеуіне мына лескамызды өткіземіз. Үшеуіне өткізіп алғаннан кейін екеуін теңестіріп лескамыздың ұшын бір-бірін сөйтіп бір тасты өткіземіз. Бір тасты бір-біріне қарама-қарсы қылып өткіземіз. Содан кейін сол өткізіп болғаннан кейін тартамыз қазір. Мінекей тартқаннан кейін үстіне қарай өткіземіз. Лескамызды үстіне қарай, жаңа 3 тастың басындағы үстіне қарап тұрған тасына лескамызды өткіземіз екі жағында. Содан кейін қайтадан бір тасты өткіземіз. Тартсаңыздар, қазір міне 3 бұрыш ромб сияқты шығады қазір. Мінекей. Осылай ручкасын жалғастырып кете бересіздер. Міне бітті. Басына дейін келгеннен кейін қайтадан басынан егер де қолдарыңыз үйреніп қалса, мінекей қайтадан басынан бастап 3 тас, яғни бір тасты екі жағына, бір тасты бір жағына қарай өткізіп, былай ромб секілді ручканы жасап шығарамыз. Видеодан көріңіздер.
мінекей бір жағын істеп қоямыз, енді екінші жағын бастайтын боламыз. Мінекей көрдіңіздер ғой, тартқан кезде түзу болады. Енді екінші жағында дәл солай үшінші қатардың ортасында тұрған үш тасқа лескамызды өткізетін боламыз. Жаңағыдай тап солай бір тастан өткізіп, үш ручкасын бастайтын боламыз. Сөйтіп барлығын істеп, жоғарысынан қосамыз. Мінекей қақпағын жасайтын боламыз, яғни үш тас мына жақтан, үш тасты мына жақтан, ортасынан 6 тастан жасайтын боламыз. Бірінші жаңағы 6 тастың бірінші жағынан жібімізді, лескамызды өткіземіз. Содан кейін бір жағына 3 тас, бір жағына 1 тасты қылып, 1 тас тұрған жағына қарай жібімізді, лескамызды өткіземіз. Одан кейін астына қарай тағы бір алып аламыз да, лескамызды өткізіп 1 тастан. Енді ары қарай 2 тастан жүргізіп кете береміз.